Сәлем достар, сіздермен бірге Нурикс. Бүгін мен сіздерге 2022 жылы шыққан в изоляции фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Фильм бір ер адамның телефон толы пакетпен үлкен ғимаратқа келгенмен басталады. Нел есімді қыз бөлмеде оянды, және де бұл жерде қалай пайда болғанын білмейді. Нел ең біріншіден есікті ашпақ болады, бірақ та есік кілттеулі. Қыз жоғарыдан таймерді байқайды, және де бұрыштан қызыл жіппен телефонын тапты. Әрине, бұл жерде сет жоқ. Қыз көмек шақыра алмайды. Нел бөлмені айналып жерден қоңырдақты байқайды. Бұны бөлменің алдыңғы тұтқыны тастап кеткен болу керек. Нел жоғарыдан терезені байқады, бірақ та оның не үшін екенін түсінбей тұр. Қыз не болып жатыр? Мені не үшін қамадыңдар деп айқайлайды. Дәл сол сәтте бөлмеге жасыл түсті жарық жағылады. Кішкенеден соң өшіп қалады. Қыз телефонындағы мұхиттың суретіне қарап армандап кетеді. Сосын танысының суретіне қарайды. Олар өте жақын болған. Қыз терезені ашу үшін аяқ киімін лақтырды. Сосын қатты ашуланып телефон жарға лақтырады. Соққының әсерінен телефон қуып, қыздың сүйікті өлеңін қосады. Бір қызығы телефон жарты сындырған екен. Қыз қолымен сындырып шығудың жолын таптым деп ойлайды. Бірақ та ар жағында темір қабырға тұр екен. Бір кезде бөлмедегі жарық өшеді, және де таймер 15 минутқа қойылады. Есік ашылды, бірақ та оның ар жағында темір қабырға. Қыз вентиляция құбырын байқайды. Таймер тағы да өзгереді. 45 минуттан бастап кері кетеді. Нел ашуланып қамақ қойған адамды боқтайды, және тағы да жасыл жарық қосылады. Қыз бір дыбысты естиді. Ол вентиляцияға келіп біреудің жауап ретінде боқтап жатқанын естиді. Дауыс ер адамдікі. Қыз, сен кімсің? Мені қамап қойған сен бе деп сұрақ қойды. Ер адам біртүрлі сөйлейді, және сұрақтарға псих секілді жауап береді. Ер адам сен ұрлаған мен емес, олар деп жауап қайтарды. Олар деп кімді сипаттағаны белгісіз. Нел әлгі адамға көптеген сұрақтар қойды, бірақ та жауап ала алған жоқ. Екеуі танысып, бір-біріне есімдерін айтты. Ер адамның аты Тревис екен. Тревис қыздың атын естіп күледі. Нел ойлана келе бөлмеден өздігімен шығуды шешті. Ол жіпті қолданды. Тревис қызға терезенің ручкасы әлсіз деп ескертті. Айтқаны дәл келді. Нел құлап есінен танып қалады. Қыз оянып, ручканың сынып, жерге құлағанын еске түсірді. Соққының әсерінен иығы шығып кеткен екен, және басы қатты ауырды. Тревис қызға иығыңды орнына сал деп кеңес береді. Нел оған мен ұстап отқан сен бе, шыныңды айтшы деп сұрақ қойды. Сөйтсе Тревистен Нел секілді басқа бөлмеде қамалып отыр екен. Қыз сүйікті өлеңін қосқанда, ер адам қосылып әндетеді. Сөйтсе бұл өлең оның да сүйікті ән екен. Бағанадан бері екеуін бір адам камера арқылы бақылап отыр. Тревис Нелден қандай сезімде отырсын деп сұрағанда, қыз ашуланып және де қорқып отырғанын жеткізеді. Тревис осы жерде отырғаныма өзім кінәлімін деді. Ол төрт қабырғада қамалып отырғанына еш қиналып тұрған жоқ. Кішкенеден соң Тревистің бөлмесіне біреу келеді, және де кіре салып оны айқайлатып қинайды. Қыз оны өлді деп ойлады. Нел өзін тыныштандыру үшін қайтадан мұхитты елестетті, және де бәрі жақсы болады деп өзін алдайды. Тревис тірі екен. Ол қыздың не болды деген сұрақтарына жауап берген жоқ. Әлгі адам кеткесін Тревис әлсіреп қалды. Нел оны уайымдайды, бірақ та осы жерде қамап ұстап отырған адамның Тревис болуы мүмкін екеніне күдікпен қарайды. Тревис ұйықтайын деп жатыр. Нел оған сенен басқа ешкімім жоқ деп ұйықтамауын өтінеді. Тревис, сенің жақындарыңның бәрі сыртта, мен саған тек осы жерде ғана керекпін дейді. Кішкенеден соң Нел қымбат адамыңды жоғалтып алған кезің болды ма деп сұрайды. Нел бағанағы қыздың суретіне қарап, құрбысынан айырылып қалған туралы өз оқиғасын айтады. Бір қызығы Тревис те телефонынан Нел жоғалтып алған қыздың суретін қарап отыр. Қыз екеуіне де қымбат болған екен. Бір кезде Нел иығынан имплантты байқайды. Импланттың қай кезде салынғанын түсіне алар емес. Таймер 15 минутты көрсетті. Нелге бөлмеден шығу туралы идея келді. Ол терезенің ручкасын алып, вентиляция торын ұстап тұрған шуруптарды бұрайды. 10 минутта қыз ақыры торды ашты, және де Тревиске вентиляцияны ашу туралы кеңес береді. Нел вентиляцияға сүйу үшін иығын әдейі шығарады. Дәл сол кезде сары түсті жарық жанып, сиренаның дауысы шығады. Тревис олар келді деп шошынып паника болуда. Қыз өз-өзіне келіп, иығын қайтадан салмақшы, бірақ та имплант сынып кетеді. Оларда 1,5 минут қалды. Тревис паника болып, әлі айқайлап жүр. Бір кезде Тревис, мен қауіпсіз жердемін, мұхиттың арасындамын деп бағана Нелдің өз-өзін жұбату үшін айтқан сөздерін қолданады. Таймер 0-ге жеткенде вентиляция жабылып қалады. Енді екеуі бір-бірімен сөйлесе алмайды. Есіктің алдында әлдекім Нелге тапанша береді, және де бөлме газға толады. Нел тапаншаны өз-өзімен қол жұмсау үшін берілген шығар деп ойлайды. Сосын берілмейтінін айтып, терезені атып шағып тастайды. Сол кезде бөлмеге қызыл түсті жарық жанды. Жарық дыбыстың әсерінен пайда болатынын қыз түсінді. Ол жіпті пайдаланып қашуды шешті. Дәл сол сәтте Тревиске де тапанша беріледі. Қыз бөлмеден шығып, үлкен ғимаратқа тап болды. Қуануға әлі ерте екен. Нел қашу үшін есікке келді. Алайда Тревиске көмектесуді шешті. Қыз оның терезесіне келіп, жоғарға қалай шыққан туралы айтады. Бірақ та Тревис оны естімейді. Ол тапаншаны өзіне атып, қол жұмсайды. Камераны тексеретін адам бөлмесінен шыққан кезде Нел білдіртпей қашып кетеді.
Қыз ұзын коридорда жүгіріп келе жатып, телевизорды байқайды. Телевизорда Тревис түскен рекламаны көрсетіп жатыр. Ол адамдарға қатты ұқсайтын роботтар туралы айтуда. Нел бөлмеден шығып, телефондағы қыздың картинкасын көреді. Дәл сол сәтте күзетші келіп, бір кнопка арқылы Нелді ұйықтатып тастайды. Келесі сценада қыз мұхиттың жағалауында отыр. Жанында камера тексеретін адам бар. Ол бета-тестер екен, және роботтарды тексеруші болып жұмыс жасайды екен. Нел одан Тревисті не үшін өлтірдіңдер деп сұрайды. Күзетші оған Тревис робот, және де ол ескі модель. Тревисті біз сені тексеру үшін қолдандық дейді. Нел өзінің адам емес, робот екенін түсіне бастады, және де шок күйге түсіп сөйлей алмай қалады. Тексеруші Нелді басынан бастап зерттеу үшін қайтадан әлгі бөлмеге қамайды. Осылайша фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, комментке осы кино туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.